Республика аумағында ауа райының нашарлауына байланысты 20 қаңтар мен 7 ақпан аралығында облыс жолдарда қолайсыз жағдайға байланысты 35 мыңнан астам адам құтқарылды. Оның ішінде 370-і бала, 4 мыңнан астам адам эвакуацияланды және жолдарды тазалаған бөлігіне 35 мыңға жуық техника шығарылды. Тек өткен тәулікте ғана республика жолдарына 35 адам құтқарылып, оның ішінде біреуі бала, 12 техника құтқарылды. Ауа райының нашарлауына байланысты республика жолдарында қалыптасқан жағдайға ден қою үшін азаматтық қорғау күштері мен құралдары жауынгерлік дайындыққа келтірілді. Бүгінгі таңда ауа райының қолайсыздығына және жолдарды қардан тазалауға байланысты Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында жолдар жабық. Барлығы 28 автожол учаскелері, оның ішінде 4-еуі республикалық және 24-і облыстық маңызы бар. Қар құрсауында қалған адамдарды құтқару және эвакуациялау бойынша уақытылы шешімді жедел қабылдау нәтижесінде үсіп шалған жағдайларға және адамдардың қаза болуына жол берілген жоқ.